Сіздерге мына суреттегі Бриллиан деген кішкентай қыздың оқиғасын айтып бергім келіп тұр. Бриллиан дүниеге келген кезде қалыпты, дені сау, нәресте болады. Радоннан шыққанына 2 күн өткенде туыстары үйіне қонаққа келеді де, солардың арасында біздің кәдімгі ұшық деп атайтын ерінің қасында орналасатын герпес болады. Және де ол туысқаны кішкентай нәрестені сүйеді, сол арқылы сол вирусты балаға жұқтырады. Ал кішкентай нәрестелердің иммунитеттері өте әлсіз болады. Бриллиан жаңа туылған нәресте ол вирусқа төтеп бере алмай, миы зақымданып, герпетический энцефалит деген ауру басталады. Соның салдарынан өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, Бриллиан қазір мүгедек болып қалады. Сондықтан қыздар, сіздерге айтқым келетіні, роддомнан келгеннен кейін үйге баланы жоқ деген 2-3 айға дейін басқа адамға сүйгізуге, иіскеуге, құшақтауға бермеңіздер. Өйткені сіз сырттан келген адамның қандай вирус алып келгенін сізге білмейсіз. Сіз оларды тексере алмайсыз. Ол герпес болуы мүмкін, тағы басқа нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан баланы сырттан келген адамдардан алыстау ұстаңыздар. Әрине қазір комментарийда, ой, бізге қонақтар да келген, бізге ештеңе болған жоқ деп айтатындар табылады. Бірақ оның барлық қыздар міндетті түрде біреу келсе, бала ауырып қалады деген сөз емес. Но ол риск. Сондықтан я келсін, я көрсін, бірақ сүюге, иіскеуге, қатты балаға жақындауға рұқсат бермеңіздер, қыздар.